بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha maqtovlarimiz Alloh taologa bo'lsin. Allohning ig'ligining salomati suyukli payg'ambarimiz Muhammadga bo'lsin. O'qisin, so'lgan ekan barcha ummatga bo'lsin qiyomatning kunida. Және Аллахқа мақтаулар болсын, бізге осы бізге иман берген үшін, Аллахқа мақтаулар болсын, бізге исламға келтірген үшін, Аллахқа мақтаулар болсын, өзінің кітабын сүйітіп, сол кітабынан оқып қойған үшін, Аллахқа мақтаулар болсын, пайғамбардың сүннетіне деген сүйіспеншілігін нәсіп еткен үшін. Және Аллахқа айтылып кеткен кемшіліктеріміз болса кешірім өтініп, істеген құлшылықтарымыз Алла тағала қабыл етіп, ертең иншалла қияметтің қиын күндерінде сол бір қиыншылықтан бізді Алла құтқарып, аман-есен жәннатқа кіріп, ояқта өзінің сүйікті пайғамбарымызды көріп, ояқта шынында Аллахтың ұлы дидарын көруді Аллахқа баршамызға нәсіп етсін. Енді әлбетте сөздердің ішіндегі ең жақсы сөз Аллахтың сөзі. Бүгін енді Аллахтан жәрдем сұрай отырып тағы да тәпсір сабағымызды бастаймыз. Біз бүгін Тин сүресіне жеткен едік. Тин сүресі бұл өзі бар-жоғы 8 аяттан тұрады. Қысқа сүрелердің қатарына кіреді. Бірақ бұл өзінше бір әдемі сүре. Мағынасы да өте әдемі сүре. Бұған байланысты енді сабағымызды бастардың алдында бір хадиспен бастап кетейік. Бара ибн Азибтен жетеді. Бұл хадис Бұхариде келтірілген сахих хадистердің қатарына кіреді. Имам Бұхари бұны китабы тафсир деп қояды. Тафсир бабында жазып кеткен болатын. Ол кісі айтады: "Аннан наби саллаллаху алейхи ва саллям кана фи сафарин" деп келеді. Пайғамбарымыз бір сапарда болды дейді. Пайғамбарымызбен бірге дейді. Фақара фил айша дейді. Сол кезде ол кісі дейді, иша намазында иша намазын оқыды дейді. Иша намазында сапардан 2 ракат оқылады, ол білесіздер. Сонда бір ракатында дейді, не дейді? Оқыды дейді, немен оқыды дейді? Биттини ва зайтун, осы уаттин ва зайтун деген сүрені оқыды дейді. Осы хадистің жалғасында Бара ибн Азиб айтады: "Мараайту ахадан" деп келеді, "Ахсана саутан минху ау қираатан" деп келеді. Мен ешкімді көрген емеспін, дауысы пайғамбардікі сияқты әдемі болған дейді. Енді бір неде қирааттан осы сүрені осындай әдемі оқыған ешкімді көрген емеспін. Расында енді пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва айтқанда Аллах тағала пайғамбар болған үшін жаратылыс тұрғысынан да, көркемдік тұрғысынан да, сөз тұрғысынан да, өте дауыс тұрғысынан да өте әдемі нәрселер берген. Ол кісінің дауысын бір естіген адам екінші рет естуді құмартатын, ол кісінің дидарын бір рет көрген адам екінші рет көруді қатты ұнататын. Тек қана ол кісінің бойында табиғи насылық емес, айтқанда имани сұлулықта қатты шығып тұратын. Өйткені өзі және бір нәрсе біліңіздер, адамда мынау біздің осы Құдайдың берген бойымыздан, түрімізден, түсімізден бөлек және бір сұлулық болады. Оны енді бізде қазақша жан сұлулығы дейтін шығармыз. Дінде оны иман сұлулығы дейді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям ең сұлу адам болып тұр. Неге? Иманы ең күшті адам болған үшін. Сол үшін адам иманына қарай және де адамда өзінде бір сұлулықтар болады. Қазақша оны айтатын болсақ, түсі игіден түңілме дейді. Сүйегіден түңілме дейді. Оның жүрегіндегі иманы келесі бетіне әсері болады. Сол сияқты пайғамбарымыздың дауысы да өте көп дейтін. Дауысы өте көп дейтін. Сол сапарда осы сүрені оқыған екен. Және соны жеткізуші Бара ибн Азиб атты сахаба айтып жатыр. Ол кісі сондай әдемі дауысы, әдемі болды, одан әдемі дауыс көрген жоқпын. Ол кісінің қырағаты оқу сондай әдемі болды, одан әдемі ешкімді көрген емеспін деп келеді екен. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның оқыған сапарда иша намазын оқыған осы Тин сүресіне бір қарап өтейік. Бұл өзі анттармен басталады. 4 нәрсемен ант етіледі. 3 аяттың ішінде 4 нәрсемен ант етіледі. Бұған дейін біз сабақтарда айтып кеткенбіз, егер Аллах тағала қандай да бір сүрені, қандай да бір аятта антпен бастаса, онда не істеу керек? Өте мұқият тыңдау керек. Антпен бастаса өте мұқият тыңдау керек. Яғни сен үшін өте маңызды нәрсе айтылады деген сөз. Сол үшін келгенде Құранда көп жерде уәл аср, асырмен ант етіледі деген сияқты. Күнмен, оның жарығымен ант етіледі деген сияқты. Уәл-лейли деген сияқты, түнмен ант етіледі деген сияқты. Уәл-духа, таңсәрмен ант етіледі деген сияқты. Сондай нәрселер бар. Яғни
маңызды бір нәрсе айтылайын деп жатқан сөз. Одан кейін және бір нәрсені білуіміз керек. Екінші, яғни аят антпен басталса, құлағыңды мұқият сал деген сөзі. Құран оқыған кезде осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Құран оқыған кезде антпен келе жатқан болмаса, деп көңіл қойыңыздар. Екінші, Аллах тағала өзінің жаратылыстарымен ант ете алады. Бірақ адам жаратылыспен ант ете алмайды, түсіндіңіздер ғой? Аллах тағала не нәрсемен ант еткен болатын болса, үшінші, ол зат қастерлі. Қастерлі заттармен, маңызды, құрметті заттармен ант етіледі, түсіндіңіздер ғой? Аллах тағала мысалға жаңағындай уахазал балад ламин деп Меккемен ант еткен жерлер бар. Мысалға жаңағындай таң сәрісімен ант еткен жерлер бар. Күнмен ант еткен бір ұлы жаратылыстар. Өзінше ұлы жаратылыстар деген мағына береді екен. Ал адам баласы ант ететін болса, тек қана Аллах тағаламен ант етеді. Тек қана Аллах тағаламен ант етеді. Арабшада ант етудің түрі валлахи, биллахи, таллахи. Бұл кәдімгі ант етудің түрі екен. Болмаса Аллахпен ант етемін деп қойса болады екен қазақша. Енді Аллах тағала өзінің жаратылыстарымен ант ете алады және құрметті жаратылыстармен ант етеді. Бұл сүре антпен басталып тұр. Біріншісі уаттини уаззайтун. Тинмен және зәйтунмен ант етіледі. Тин дегеніміз, енді біз қазақшада інжір деп қоямыз. Мүмкін біреулеріңіз білетін шығарсыздар, біреулеріңіз білмейтін шығарсыздар. Інжір деген бір жеміс бар. Сыртқы жаңағы несі, пошымы аздап грушаға келеді, алмұртқа, бірақ дәл ондай емес, одан сәл ғана кіші болады. Жаңа піскен кезде көкшіл қаралау болады, ұшақ қаралау болып келеді. Ішінде майда дәнегі өте көп болады. Біздің Қазақстанда өскенін көрген жоқпын ол жемістің. Өзбекстанда өседі деп естідім, ол жеміс бар деп естідім ол жақтарда. Бірақ бізде базарда ол бар, сатылады. Бізде кепкені сатылады. Інжір. Оны не деп сатады екен базарда? Інжір деп сатады ма? Онда інжір. Онда жалпы түсініп отырсыздар ғой, інжір деген. Көрсеңіздер. Оны көрсеңіздер. Яғни Аллах тағала інжірмен ант етіп жатыр. Сондай бір сүйкімді жеміс. Уаззайтун және зейтунмен ант етіп жатыр. Зейтунмен білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Қазір саудада бізге кіргендері өте көп уақыт болды. Қарасы болады, көгі болады. Одан май жасайды. Енді көбінесе оливковое масло деп біз танып кеттік, зейтун майы. Ол зейтун майы ішінде ерекше май, майлардың ішіндегі ең пайдалысы да сол, сондықтан бағасы сәл қымбатырақ болады. Бағасы сәл қымбатырақ болады. Сосын ілгергі уақытта осы көп деген дәрігерлер зейтун дәрілердің көбісіне зейтун майын қосатын болған. Пайдасы көп болған үшін. Ол кездегілер крем жоқ, басқа жоқ кей кезде осы зейтун майын пайдаланатын болған. Зейтун майын пайдаланатын болған. Осы екі жемістен ант етілді. Уаттини уаззайтун. Бірінші, екінші ант, бір аятта екі ант келіп тұр. Інжір және зейтун. Одан кейін тури синин. Тур дегеннің енді бір көне аты тау деген мағына береді дейді. Синин тауыменен. Кейбір тәпсірі Синай тауымен деп келеді. Бұл енді ғалымдар тәпсірде түсіндіреді. Мұса пайғамбарға Аллахтың тілдескен тауы. Мұса пайғамбар сол тауының үстінде болды, Аллах тағаламен сөйлескен. Яғни бір қасиетті тау есептелінетін еді. Бұл Синай деген бір жазықта Мысыр жерінде деп келеді. Одан да басқа тәпсірлер бар. Бірақ негізгі көпшілікте осы күйде табылып кеткен. Енді тур деген көне тілде тау деген мағына береді, синин деген берекетті, мубаракун деген ат береді дейді. Бір тәпсірі кейбіреуінде әдемі деген атау береді дейді. Аллах тағала, яғни тур тауымен ант етті. Одан бөлек кейбір сүрде тур деп келеді дейді. Уат-тур, уа-китабин мастур деп бірден турмен басылатын ант етілетін жерлер бар. Яғни бұл таудың ерекшелігіне байланысты. Уахазал баладил амин және мынау бейбіт қаламен ант етілді. Бұл ол қай қаланы айтып жатыр? Мекке. Мекке. Өйткені Меккенің бейбіт қала екендігіне дәлелдер өте көп. Біз бұған дейін Құрайш сүресінде өткен кезде де біз айтып кеткенбіз. Уа-аманахум мин хауф. Меккеліктерді Аллах қауіптен аман қылды. Ол бейбіт қала. Ол бейбіт қала болған. Және Ибрахим пайғамбар өзі дұға қылған кезде, Мекке қаласына дұға қылған кезде, ең бірінші дұғасы не болып келетін еді? Робби жал хаза баладан амина. Алла мына қаланы бейбіт қала қыл дейді. Сол үшін мұсылман адамның бойындағы көп нәрсе бейбітшілікті мұсылман бірінші орнатады. Мұсылман бойындағы табиғатында. Мұсылман негізі тыныштық, бейбітшілік, кішкентай балалардың күліп ойнап, отбасының тату тәтті болып, кикілжің болмай, ұрыспай, таласпай өмір сүргенді мұсылман ұнатады табиғатында.
Өйткені бүлік, талсын, үй өртеу, біреудің баласын жылату, отбасын ойран қылу деген нәрсе ол біздің табиғатымызға сәйкес дүние емес. Ол қазір осы ішінде айтылады. Біздің табиғатымызға сәйкес емес. Жалпы адамзат баласының табиғатына сәйкес дүние емес. Сол үшін Аллах Тағала періштелерді жинап адам атаны жаратқан кезде не деп айтты? "Уайда қала роббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа". Мен жер бетінде бір халиф жаратамын, орынбасар. Періштелер оған не деді? "Атажалу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима". Алла сонда жер бетінде ертең олар не жаңағындай жамандық істеп қан төгетін адамдар жаратасың ба деп сұрақ қойды. Бұл не деген сөз? Періштелер біліп тұр, Аллах Тағала бүлік, қан төгу деген нәрсені ұнатпайтындығын. Аллах нені ұнататын кейін кеш айтады. "Ва нахну нусаббиху бихамдика". Біз саған тасбих айтамыз, құлшылық қыламыз ғой деп айтты. Сонда адамның адам болуы құлшылықпен. Жалпы құлшылықты тастау ол да бүліктің қатарына кіреді, түсіндіңіздер ғой? Жер бетіндегі ең үлкен бүлік не? Ширк. Ең үлкен бүлік ширк. Сол үшін көбінесе Құранда, мысалы, мұсылмандар сияқты иман келтірмейсіңдер ма деген кезде, олар не деп келеді? Сендер неге жер бетінде бүлік жасамадыңса? Ала не деп келеді? "Нахну муслихун". Біз бейбітшілік орнатушылармыз. Ойда қилан ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун. Оларға жер бетінде бүлік жасамаңдар десе, яғни тәпсірде келеді, ширк жасамасаңдаршы десе, жоқ, біз бейбітшілік орнатып жатырмыз деп қояды. Ала иннахум хумул муфсидун дейді. Ширк таратқандар ең бүлікті таратқан солар дейді. Қазір заман сондай апыр-топыр ешкім сенен атқамай қалды ғой, бірақ бүліктің ең ар жағында ширк жатыр. Өйткені ширк Аллахпен болған байланысты азайтады. Аллахпен болған байланыс азайғаннан кейін адамда қорқу азаяды. Қорқу азайтқаннан кейін ол қылмыс жасай береді. Өздері ғой. Адамдардың ішінде өте аз. Мысалы, әруаққа сыйынған кезде әйел тумаса әйеліме бала туғызып береді. Керек десеңіз, әруаққа сыйынатын адамдар бой бүйсір әруаққа шығып айта береді ғой, дұрыс па? Әруақ деп біреудің тұмсығында бұза береді. Яғни әруақтың, олардың түсінігі бойынша әруақ біреудің тұмсығын бұзуға рұқсат береді деген сияқты. Олардың түсінігінде әруаққа бетін сипамасаң бала шағамен төңкеріп тастайды, сондай бір рекет па, жауыз ба, убийца ма, сондай. Сөйтіп алған олар. Сондай ұғымда. Ал Аллах Тағала кешіруші, мейірімді, және мейірімділерді жақсы көреді. Сонда осы бейбіт қаламен ант етем деп кіреді, ол енді Мекке қаласы. Бұл бірінші тәпсірі. Бұлай 4 антпен келеді да, оны не үшін айтады? Енді кейбір ғалымдар айтады, "Уаттини ва зайтун" деген бұл Шам, Палестин жері дейді. Өйткені осы жемістер сол жақта көп өседі. Осы жемістер, жаңағы інжір, зәйтундар сол жақта көп өседі дейді. Соны аталып жатыр дейді. Өйткені аяттың желісіне қарасақ, бәрі қасиетті жерлер аталып келе жатыр ғой дейді. Мұса пайғамбардың Аллахпен сөйлескен тау аталды. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Құран түскен алғашқы қаласы Мекке аталды. Енді мысалы пайғамбардан көп шыққан қала, негізі пайғамбардың ең көп шыққан жерлері Палестин жері, Шам, сол жақта. Ең көп пайғамбар сол жақтан шыққан. 12-ге жуық, біз Құранда білген пайғамбарлардың 12-ге жуығы сол жақтан шыққан. Сонда бұл айтқансақ, өте құрметті пайғамбарлардың жері айтылып жатыр. Палестин жерінен Иса пайғамбар, Тур тауында Мұса пайғамбар, Мекке жерінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл 3 пайғамбар пайғамбар ішіндегі құрметті пайғамбарлар есептеріне кіреді. 5 пайғамбардың 3-еуі осы болып кіреді екен. Сонда бұл осылармен ант етіліп жатыр деп кіреді. Енді ант не үшін айтылып жатыр? Аллах Тағала 3 аятында антпен айтылып келді. Не нәрсеге ант етіліп жатыр? Аллах айтады: "Лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим". Біз адам баласын дейді, өте көркем, ахсан, өте көркем. Күшейтпелі түрде, исм тавсил деп қойды арабтарында. Күшейтпелі шығарып отыр. Фи ахсани тақуим, бейнеде. Хайа, хилқа деген мағына береді, бейнеде жаратылыста жараттық дейді. Яғни адамның жалпы табиғаты не деген сөз? Ақыл тұрғысында көркем, сана тұрғысында көркем, сөйлеу тұрғысында көркем, сырт тұрғысында көркем, жан тұрғысында көркем, тән тұрғысында көркем, айтқанда сондай жаратылыста жаратылған. Фитрасы осындай. Адамның фитрасы таухидке жақын. Ширкке емес.
ширкке алып барған шайтан. Адамның фитрасы адалдыққа жақын, арамдыққа емес. Арамдыққа шайтан алып барып, болмаса өзін жіберді. Нәпсіне. Адамның фитрасы мейірімдікке жақын, қатыгездікке емес. Адамның фитрасы тек қана жақсы нәрселерге жақын. Сол үшін өзі адамды, мысалы, болмысында жаратқан кезде шариғат деген ілім бар. Одан адамның өзінің табиғаты бар, ішкі болмысы, фитрасы бар. Бұл екеуі мұстақим болу керек, түзу болу керек. Мысалға айтайық, адам баласы оған әлі пайғамбар келмеген болса да, кітап түспеген болатын болса да, мына нәрселерді өзі біледі. Айтпайық. Мысалы, намаз оқыған болсын, намаз оқымаған болсын, мұсылман болсын, мұсылман болмасын, христиан болсын, егер ақыл есі бүтін әлі бұзылмаған адам болатын болса, хайуан дәрежесіне түсіп кеткен адам болатын болса, мынадай нәрсені ол өзі айтпай-ақ біледі. Өтірік айту жаман дейді. Дұрыс па? Құранды білмесе де өтірік айту жаман дейді. Ұрлық жасау жаман дейді. Зинақорлық істеу жаман дейді. Оның жаны айтады оған осыны. Ал енді жақсылық істеу, жақсы істерді сөз сөйлеу жақсы дейді. Мысалға айтайық, бір атеист адам кетіп барады. Құдайға сенбейді, Құдай жоқ дейді. Бірақта кетіп бара жатыр еді, жолда бір кемпір құлады. Сөйтті да кемпірді тұрғызып жіберді. Кемпір рахметін айтты. Ол сауап күтіп отқан жоқ ол. Алла сауап береді деген нәрсе жоқ. Тұрғызып жібереді, бірақ сол адам сол күні бір рахаттанып жүреді. Өйткені оған сауап аласың деп ешкім айтқан жоқ. Рахаттанып жүреді, өйткені фитрасына керек нәрсе түсті, түсіндіңдер ме? Фитра сол үшін жаратылған. Ал енді ол адам өтірік айтса, фитра ол үшін жаратылмаған. Фитрасында ол жоқ. Ол ішінде біліп тұрады да. Дұрыс емес екен. Жаны сәл бір жиырылады. Өз мойындағысы келмеуі мүмкін. Ұрлық істеді ме, жаны жиырылады. Информация келеді ішкі дүниеден. Ай, сен бұл үшін жаратылған жоқсың. Сен өтірік айту үшін жаратылған жоқсың. Сен ұрлық үшін жаратылған жоқсың. Сен қатыгездік үшін жаратылған жоқсың. Сен біреудің үстінен өтірік айту үшін жаратылған жоқсың деген хабар келеді. Осы хабар оған фитрасы таза кезде келеді. Түсіндір ғой? Кім болса да. Өйткені табиғатында осы нәрсе бар. Хадисте келген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Әл-маулуду юладу алал фитр." Бала фитрасында туады, таза күйінде. Кейін не дейді? Фа-абауаху, оның әке-шешесі не қылады дейді? Юхауиданихи, яхуди қылады. Яхуди дініне кіргізеді. Ау юнассиранихи, христиан қылады. Ау юмаджисанихи, мажуси қылады. Басқа дін. Мұсылман қылады деп айтпайды. Өйткені фитрасында бар, түсіндір ғой? Адал болу табиғат, адамды Аллах сол үшін жаратқан. Аллах не деп айтты? "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Жындар мен адамды ғибадат үшін жараттым деді. Ғибадат дегеніміз Аллах сүйетін сөздер мен істердің жиынтығы. Енді сен сол фитраңа керекті істі берсең, сенің табиғатың қуаттанады. Бермесең, сен іріп шірей бастайсың. Хайуандар жетсіз. Сол үшін адам баласы шариғат жетпей жатып, ол жаман жақсыны ажырататын ода ішкі дүниесінде бар информация. Өйткені оның ішкі дүниесі жамандықтан жиренетін дүние. Ішкі дүниесі жақсылықты үйренетін дүние. Ол адам өзін құртады. Кейін келеді осындай тап-таза адамды әке-шешесі құртады. Тап-таза адамды қоғам құртады. Сол үшін пайғамбар хадис бар, "Әл-марру аля дини халил." Кісі досының дінінде дейді. Қазақтарда соны шамамен айтқан, ұры болар балаңды не дейді? Тоңғатқаннан танисың дейді. Жалқау болар балаңды не дейді? Көп жатқаннан танисың. Білет шығарсыңыздар. Яғни біліп отыр. Тірлігіне қарап уже адам кете бастайды. Яғни табиғатында тазалық бар еді. Өйткені Аллах айтып отыр: "Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим." Біз адамды өте көркем келіп жатыр. Бұл ішкі дүниесін, сыртқы дүниесін бәрін айтып отыр. Ақыл санасын бәрін айтып отыр. Сонда адам табиғатында осы нәрсе бар. Ал енді ол фитрасына қарама-қайшылық істей беретін болса, өтірік айтып, ештеңе қылмайды десе, бір уақытта қара нүкте, бір нүкте түседі. Мұжахид түсіндірген сияқты. Жүректің қалай тот басатынын табиғиндар отырған кезде жаңағы айтады, "Калла бал рана ала қулубихим ма кану яксибун." Жоқ, олардың жүректерін қияметті түрке шығарушы,
Аллахтың дінін өтірікке шығарушы, пайғамбарды өтірікке шығаратын қауымдарды, олардың дәлелі жоқ дейді оның пайғамбар емес деп айтуға. О дүниеде жәннат тозақ жоқ дәлелі жоқ оларда дейді. Бірақ ол сөздерді айтуға алып барған фитрасының бұзылуына себепкер болған не нәрсе? Істеген күнәлары дейді. Олар істеген істері, күнәлары жүректерін тат қылып жіберді дейді. Шіркті дейді. Не шарғи тұрғыдан дұрыс ойлай алмайды, не табиғи тұрғыдан дұрыс ойлай алмайды. Фитрасы бұзылған адам. Қанша адамды фитрасы бұзылған Алла сақтасын. Сол үшін былай айтқан кезде Мужахид түсіндіреді, табиғи айтқан кезде не деп айтады? Адам бір күнә істейді, ол күнәсіне өкінбеген мезетте оның жүрегі былай жабылады дейді, бір саусағын жапты дейді. Екінші бір күнә істейді, қараса үлкейіп келеді саусақтар. Ол ештеңе беріп былай кешіреді. Кешірім сұрамай кетуі мүмкін. Екінші рет жабылады. Жалғасады, үшінші жабылады, төртінші жабылады, бесінші жабылады. Хатамаллах аля қулубихим деген осы дейді. Жүректерін бекітіп тастады деген осы дейді. Керең болады. Көзі мүшкен, төңкерілген құмыра сияқты. Уәлә я'рифу ма'руфан, жақсылықты білмейді. Мынау қайсы жақсы жаман білмейді. Уәлә юнкиру мункаран, жамандықты қайтармайды. Уже бұл табиғаты бұзылған. Көшенің тілінде айтқан кезде отморозка. Сіздер түсінсін деп айтып жатқан ғой? Сол күйінде бұзылады адам табиғаты. Ал негізі адам баласы жақсы сөз сөйлеу үшін, жақсы іс істеу үшін, алдамау үшін, сабырлы болу үшін, кешірімді болу үшін, ғибадат жасау үшін Аллахтың сөзін естіген кезде «Сәми'на ва атана», Алла хабарың жетті, естідім, бойұсындым деп үшін жаратылған. Сол үшін жаратылған адам баласы. Аллах сол айтып отыр. Адам баласын көркем күйде жаратқанбыз. Мен ант осы үшін айтып отыр. Есіне салып отыр, адам сен не үшін жаратылдың деген сияқты. Не үшін жаратылдың дегенде есіне салып қойып отыр. Енді бұл адам ішкі дүниесі, адамның ойлауы, адамның санасы шынымен де өте көркем. Дұрыс па? Сыртқы дүниесінің өзінде де адам басқа жаратылыстан көркем. Жер бетіндегі жануарлардың ішінде, хайуандардың ішінде, құстардың ішінде адамнан әдемі деп кім айта алады? Что-то мен өзім ұнамаймын. Мына жирафтың мойны қандай керек, менің мойным жираф болғанда ғой деп айта береді. Онда сабаққа былай кіре алмайтын еді ғой, терісінен бүйтіп бас шығарып тұрады көрсін. Дененің бәрі далада. Біреу айтпайды ғой, о, менің құлағым деген ұнамайды, информацияны жай қабылдайды. Пілдік сияқты дәу болғанда ғой деп. Кім айтады не? Онда пілдік сияқты дәу болғанда түнде үйіне ұйықтағанда әйелдің құлағын жауын жатады ғой көрдіңіз. Яғни адам жаратылған ішінде әдемі жаратылған. Адамды Аллах Тағала тұрып жүруге мүмкіндік берген. Жануарлар төрт аяқпен жүреді. Дұрыс па? Қайсы қол екен, қайсы аяқ екен білмейсің ғой. Сол үшін намазда түйе құсап құламаған кезде қайсы қол қоймай аяқ жатамай не ашып отыр ғой, дұрыс па? Аяқ қой, жоқ ол қол ғой деген сияқты. Яғни олар төрт аяқтап жүреді. Біз Алла сақтасын төрт аяқтап жүрген кезде не болар еді? Бір басымызда төрт етік шешеді қой артаға. Дұрыс па? Оның заман қалай шешеді менің миым жетпейді. Былай шешеміз, былай шешеміз. Сол үшін сиырларға рахат етік кимейді. Кейсе шеше ойынды. Біз екі аяқпен жүреміз. Бір жануарлар бар, кесіртке, жылан дегендер. Кеудесімен жүреді. Кеудесімен жүреді кәдімгі. Бірақ Аллах Тағала бізді аяқпен жүргізді. Жануарлар өзінің тамағын ит, сиыр, шошқа айтпай қойықшы. Сондай жануарлар, олар өзінің тамағын жейтін болса, қой, немен жейді? Ауызбен жейді, дұрыс па? Кешке дейін мойын соғып жүргендер ғой дейді. Мойын сырып алып. Ал сен тіптіке отырып алып, қолмен алып жейсің де. Қолмен алып жеуге аузына салған мүмкіндік беріп қойған. Аллах Тағала. Саусақ беріп қойған. Бәлә қадир аннасай банана деп келеді ғой. Біз саусақтарын қайттан орнына қайтарамыз деген кейбіреулер банана деп мына тұста айтады. Қайта орнына келтіреміз деген отпечаток пальца деген тәпсірде бар, бірақтан бір тәпсірде келеді. Тәкаппар бола берсең, мына саусағыңды
малдық сияқты тұяқ қылып қоямын деген мағынада бар. Не болады? Не істейсің? Андай болып қалса. Сонда жаратылыс тұрғысында да біз өте көркембіз. Түсіндіңіздер ғой? Құстың өзі тұмсығына шоқып жеп жатыр. Иттің өзі бақанда тілімен жалап жеп жатыр. Сонда Алла Тағала саған көркем күйде жаратып, қолмен алғызып, көзбен көргізіп, мұрныңмен иіскетіп, аузыңа салып қойып рахаттанасың да. Бәрі сол бір көркем күйде беріп қойған. Адамға керекті нәрселерін керекті жерге орналастырып, көркем күйде жаратқан. Сол сияқты адамда ойнай алады. Құлағың бар, сиырдікінен кішкентай болса да, сиырдың дәу құлағың пайдасы жоқ, сенге пайдасы бар. Түсінесің, дұрыс па? Шешең, ей балам десе, ау дейсің да. Дұрыс па? Бізді сөйлеуге Аллах жаратып қойды да. Біз мал сияқты бірімізге не ватқан жоқпыз ба, дұрыс па? Қорада шешесі, қойдың шешесі, қозының шешесі. Мә десе, аяқты баласы, мә деп жүрген жоқпыз ба, бәріміз, дұрыс па? Бізде сөз бар. Біз тек қана өзіміздің тілімізде емес, біз басқа тілді үйрене аламыз. Осы отырғанымыз қанша тіл білеміз, біреуіміз орысша, қазақша, қырғызша, өзбекше, арабша, бірнеше тілдерді білеміз. Яғни Аллах адамды сондай қылып жаратып қойған. Көркем күйде. Осы күйінде. Енді қарасақ, адам баласы ішкі тұрғыдан да сыртқы тұрғыдан өте көркем күйде жаратылған. Енді осы көркемдіктер көркемдікпен ғана ұлғаяды. Біз тәннен тұрамыз, біз жәннен тұрамыз. Тәнді күшейту үшін оған бір материал керек. Қаның жүріп тұру үшін, жүрегің дұрыс істеп тұру үшін, оны дұрыс тамақтандыру керек, дұрыс па? Тамақтандырмасаң, зиян болады. Адам аспен жүреді дейді ғой. Сонда бұл кәдімгі көркем түрде тамақтар болуға тиісті екен. Енді жарайды. Сен, жесек болды ғой, өлмесек болды ғой деп, не болса соны жей беретін болсаң, жүре беруі мүмкін, бірақ құрдасың. Қазір неше түрлі тамақтар бар? Мен жеп жатқан жас пластмасса сатып алып жей береміз ғой. Бұрынғыдай огородтан өзіміз егіп, сиырдан өзіміз сауып алып деген нәрсе қалған жоқ қой қазір. Бәрі әйтеуір. Бір жыл, 2 жыл тұрса да бұзылмайтын продуктылар ғой. Бір күн тұрса да ашып кетші істеріміз. Яғни соның бәрін дұрыс тамақты жесең, организм дұрыс өседі. Бұрыс тамақ жесең, өлмейсің, бірақ организм бұрыс болады. Тура сол сияқты тәннің тамағы топырақтан жаратылған, топырақтан алған нәрселер жейміз. Сүт топырақтан, ет топырақтан, нан топырақтан, зейтінің, інжірің топырақтан. Біз топырақтан жаратылған, топырақтан жейміз. Тәнді сақтау үшін. Ал жән топырақтан емес. Жән Алладан. Абдулла ибн Масудтан жеткен хадис келеді. Ва юрсал илайхил малак. Оған Аллах періштені жібереді, фаянху фихи рух, оған рух тұр дейді. Аллахтан келген. Яғни біздің жанымыз, рухымыз Алладан. Оның тамағы Алладан келеді. Міне Аллах Тағала бізге тамағымыз жіберді. Пайғамбарымыз хадисі. Аллахтың сөзі біздің жанымыздың тамағы. Тәнің тамақ ішпесе азат. Жаның тамақ ішпесе ол да азат. Тәніңе не болса соны жегізе берсең, құриды. Жан ғой, бұл да діннің бір иісі шығып тұр ғой деп, бөтен, қате дінді ала беретін болсаң, жаныңда бұзылады. Таза рухқа таза тамақ керек. Аллахтың сөзін артық тамақ жоқ. Сол үшін бидағат деген өте жаман. Біз шошытамыз ғой тамақта. Бұл тамақтың ішінде искусственный нәрсе бар. Оны қосқан, ана сникерс деген ұзақ сақталған, оны жемеңдер, баланы көп жегізбеңдер. Кока-коланы ішпей-ақ қойыңдар, олар кезінде құртады екен, ана битеді екен деп айтамыз ғой. Дұрыс сияқты бидағат деген сондай нәрсе. Ол бидағат деген осындай қоспа. Ол кока-коланың ішінде қоспа сияқты қоспа, мынау бірдеңе деген қоспа. Оның ішінде көбісі искусственный химикат заттар деген сияқты бидағат химикаттар түседі. Бірақ дін деген атау алған. Сол үшін Құран сүннетпен өмір сүрудің маңыздылығы үшін. Сен Аллах көркем күйде жаратты, тәніңді де, жаныңды де, онда сен соны көркем күйде сақтау үшін Аллахтың берген көркем нәрсесін сақтап керек екенбіз. Кейін Аллах айтады, «Сумма кейін радатнаху қайтарамыз сол адамды асфала сафилин, төмендердің төменіне». Асфала исм тасып күшейтеді. Өте төменге тастап жібереміз. Енді төменге тастап жіберуді оның бірнеше тәпсірі бар. Бір тәпсірде келген қартаю дейді. Қазір енді басын көпшілігіміз қазір жастар болып қалдық қой дінде жүрген. Аталарды қызыл кітаптан іздейтін болып жүр. Өте сирек болып қалды.
көрсе қуанатын болды олар кісілерді. Сонда бұл адам баласының не табиғатында өзі жақсылық нәрсе, бұл төмен сол қартаю деген мағына береді. Енді қазір жастықты өзіңіз көріп тұрсыз, айтқаным сияқты, жасы үлкен кісілер қазір азайып қалды дегеніміз. Бұрын кезде не деуші еді? Айтатын ей, шуламаңдар, атаң намаз оқып жатыр деп айтатын бағилар. Қазір ей, шуламаңдар, балаң намаз оқып жатыр деген заман болды. Ата десе бұрын сақалы бар кісі еститін қазір. Қазір бала десе сақалы еститін. Бәрін ауырып болған. Питрамыз болып кеткен ғой. Кейін адамды төменден түсіреміз деген, мына жастық шағында күшті. Көзің деген көріп тұр, тіл деген сақылдап тұр, аяқ деген жүріп тұр, қол деген істеп тұр, дұрыс па? Ал біраз уақыттан қартай бастасаң, жайлап кете бастайды да. Үлкен кісілер қайран 25 ай деп жүр ғой біреулер, дұрыс па? Жастық шағынан аңсап. Қартайған кез бұрынғыдай болмай қалады. Көзге біреулер екеу болып көрінеді. Баласының атын ұмытып қалады айтқан кезде. Баласын шақыру үшін бірнеше рет Айман, Шолпан, пәленше, түгенше. Кім еді деп енді айтып біреуін шақырса, тисе, тимей кетті біреу қарайын. Мұндай емес, қол деген бір деген алатын болса, дір етіп айтыр, барат айтыр. Жолдан өту деген проблема. Қарасаң, төменде бұл қартаюды деген мағынасы бар дейді. Бірақ бұл тек қана қартаю емес. Бұл тәннің төмендеуі емес. Бұның ішінде кейбір ғалымдар айтқан жәннің де төмендеуі дейді. Құдайдан қорықпаса, жәнні рухын тамақтандырмаса, адам рухани сондай төмендіге кетеді. Төменнің кетеді. Мал, хайуан істемейтін нәрселер істейтін болады. Бәлгім адам малдан төмен болып кетеді. Мына заманда біз көзбен көріп отырмыз. Телевизор көрсең, газет оқысаң, өзің сияқты адамдар, дұрыс па? Бас бар, қол бар. Адамның миына кірмейтін нәрсені істеп жатыр ғой. Бір жерде 5 штатта еркек пен еркек үйленіп, демократия жеңді дейді, өйткені демократиясы бар болсын. Бір жерде бір жануармен неке қиып, соны газетке жариялап мәз болып отыр да. Аллах әп-әдемі әйел жаратты, әп-әдемі еркек жаратты. Не болды? Енді бір жерде баратын болсаң, бір жер емес, өзімізде болып отыр ғой. Кішкене педофил деп қояды ғой. Кішкентай балалар зорлап жатыр. Алла сақтасын. Не болды бұл адамға? Қандай дәрежеге түсіп кетті? Төмен. Енді бір жерде қарасаң, барып көріңіздер жүрсеңіз. Детский домға барған едім баяғы. Көзің емес, жүрегің жылайды. Кішкентай балалар көреді. Детский домға түскен балалардың басым көпшілігі инвалид. Сұрадым, мынау не инвалид? Бұны шешесі ойнап студент болып жүргенде көтеріп қойып, соны тумайын деп, ішін қатты байлаған, йод ішкен, үйткен түсіп қалады деп ойлаған, түспеген, содан кейін осындай урод болып кетті. Тараз қаласында детский домның бір тәрбиешісі айтады, бір баланы асырап алыпты өзі. Жаным ашыды да, ол табиғаты фитрасы таза болып тұрған адам ғой. Фитрасы бұзылған адам не істеген сонда? Ол детский домда жұмыс істейді. Сол ойында ештеңе жоқ дейді. Алар біледі екен да кейбіреулер ше. Детский домға өкіметті өлтірмейді. Ойнап, күліп, пиваны ішіп, дискотекада жүреді да, туып қояды да. Сосын барып тіп-тірі баланы тастайды. Үйге келсем дейді, күн салқын уақытында, күздің уақытысы. Жұмыстан шаршап детский домнан. Есік алдына қарап қалсам дейді, есік алдында просто жатыр, қан болып дейді, жыбырлайды. Жаңа туған бала дейді. Мен баладан бұрын дейді, ана цемент өкпесі тесіліп қалған шығар, өлген шығар бала деп, зәрем ұшып кетіп көтеріп алдым дейді. Туғанда әкеп тастар. Көрбеді төсілеген тасап кеткен. Алады ғой дейді. Алдым дейді. Жаным ашып ақырында документін жинақтап жүріп, соны асырап жатырмын дейді. Білмейді. Шешесі кім екен? Шешесі тағы да дискотекада жүрген шығар. Солар келеді, бір орамал туралы әңгіме айтқысы келеді. Солар келеді, сенің сақалың туралы әңгіме айтқысы келеді. Сенің намазың туралы әңгімесі келеді. Бүкіл жаманатты мұсылманнан көргісі келеді. Кім ана балалар тастап жатқан?
Қайда адамның адамгершілігі? Қияметтің күнде баласын тастайды деуші еді адам қорыққаннан. Қиямет жоқ қой, не үшін тастамадың сен баланы? Үлкен империя Россияда көрген шығарсыздар Дети Маугли деген программа. Мусордан бала тауып алып жатыр ғой. Ана балалар қалай өлмеген мен жетпейді. Итпен бірге кәдімгі төрт аяқтап жүреді. Үйрете алмай жатыр қолмен жегіп ше, ит құсап жейді, сөйлей алмайды. Шешесінен гөрі ит мейірімді болып тұр да, емшегін емсе қайтарған жоқ. Шешесі тастады да кетіп қалды. Кім олар? Инобатан ба, маймыл ма, страус ба? Адам ғой солар. Төменнен түсіп кеткендер. Детский домның хаттарын оқып отырып, жылағым келеді. Көбісі қазақтар екен, қазір бұрын басқұлтан көп болатын. Жетімдер деген бір кино шығып отыр, білесіздер ғой? Ол былай кішкене көркем деген тұстар көп шығар. Ол реальный оқиғадан шыққан. Шын болған оқиға ол. Тараз қаласында болған оқиға. Сонда қарап тұрып болсаң, детский дом бір хатын оқып жатырмын. Енді әкелері шеше тастап кеткен ғой. Біреулер әке-шешесі жоқ, енді авариядан өлгендер бар деген сияқты. Біреулер енді ішіп кеткен деген сияқты, біреу материнсасын алып қойған деген сияқты, біреу наркоман деген сияқты, сондай күйлер бар. Біреулер баласы ауру болғаннан кейін тастап кеткен, маған керек емес деген сияқты. Сонда шығарма деген болады мектепте, соны шығарма өткізіпті, анама хат деп. Неге жазылғанын мен білмедім енді. Олар көңілден сергітейін дедім, бірақ онысы да жараға тұз сепкендей болды да. Тағып. Сонда бір хатты оқысам, қыз жазып қойды. Ана, қайда жүрсің? Көрмегенде білмей тасып кеткен ғой. Мен сені сағынып жатырмын. Мүмкін сенің қолың тимей жатқан шығар. Бір күн сен мені алып кетеді деп күніге күтемін. Бір кісі жетімханаға келіп қалса, сен деп ойлап қалам, бірақ ол болмай шығады. Қашан сен түріңді көреді екен дейді. Егер мен өзім ертең ана болатын болсам, еш уақытта өз баламды жетімханаға тастамаймын деп қойды. Не болған болады? Төменнен құлдырап кеткен. Құдайдан қорықпағаннан қорық деген осы. Дінді білмеген дымды білмейді деген осы. Со баласын біреудің есігі жетімхананың алдында ит жеген балаларға дейін бар. Алады ғой деп тастап кетеді, келем дегенше дәрігері, доктор келгенше ит жеп кеткен балаларға дейін бар. Ал іштегі балаларды алдырып тастау, ол әдет болды ғой бәс. Аборт деген. Жан біткен баланы алдырып тастау. Докторлар қорқыт алдыратын кезде. Қол ғой ені, келісесің ба деп. Кейбір докторлар көрсеткен, видеосын көрсеткен. Ана іштегі баланы жұлып алып тастаған кезде, аяғы үзіліп кетеді, сүйегі әлі бітпеген ғой. Аяқтасы аяқ қимылдап жатыр. Видеосын көрсет. Абортқа дайындаған кезде іштегі бала бүрісіп қалады екен да. Қорқады екен. Сезіп жатыр. Шешесі алып тастайды дейді. Фигура керек дейді. Сол кімге әйел болып жарайды? Ол ішінен шыққан, жүректің астына соққан, жүрекке мейірімін төге алмайтын адам, шеше, әке, мына қоғамға қандай пайда келтіреді? Кімге жақсылық ойлайды? Кімнің батқанда жолын ашады олар? Міне, осындайдан адамдар төменнен түседі. Бұл бер жақ. Бер жақ. Ал адам болу үшін жаратылмаған еді. Адам болу үшін жаратылған жоқ. Пайғамбар айтты біздің саллаллаху алейхи вассалам, мейірімсіз адам мейірімдікті көрмейді деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, бір сондай қиын заманда, ашаршылық заманда, бір ана кісі өзінің екі кішкентай қызы бар, 3 құрма тауып алды, үшеуі де аш, үлкен адам тез ашады, организм көп сұрайды. 3 құрманы алды, бір құрманы бір қызына берді, екінші құрманы екінші қызына берді дейді. Үшінші құрманы өз жейін дегенше екі қыз аш бала тез-тез жеп алып, ауыздарын жеп бітпей жеп шешесінің аузына қарап тұр дейді ана құрманы. Түсінбейді, кішкентай бала қыздар. Шешесінің аузына батпай қойды дейді сол құрма. Аузынан қайттан шығарып алып, екіге бөлді, екі қызына берді дейді. Пайғамбар солай әйелге жәннат болды дейді. Міне адам
Міне ақсани тақуим, табиғаты дұрыс адам осы. Анасы баласы үшін тамағын аузынан алып беріп жатыр. Табиғаты дұрыс. Ал біреулер жүр, баласын біреулер асырап жатыр. Жаңа туған баланы цементке тастап кетіп жатыр. Іштегі баланы алып тастай бер, мәһ қоғам деп ойланбай қойып кетіп жатыр. Аллах олардың жаратқан жоқ еді. Төмен. Бұл екінші рухани азғындығы. Бірінші төмендеу дененің қартаюы болса, екінші рухани. Үшінші төмен, одан да бетер жаман төмендік бар. Асфала сафилин деген тозақтың түбі дейді. Аллах адамды әдемі жаратқан еді, көркем жаратқан еді, ақыл берген еді, Алланы танысын деп, дін берген еді, жәннатқа кірсін деп, пайғамбар жіберген еді, көркем құлықтарды үйренсін деп, бірақ оны ештеңе қабылдамайды да, малдың ісін істейді да, мал түспейтін жерге түсіп кетеді. Құран екен, иннал мунафиқина фи даркил асфали, мұнафиқтар тозақтың ең төменгісі дейді. Төменде болады дейді. Тозақтың түбі дейді. Бұл дүниеде Аллах адамды көркем қылып жаратты, көзімен көреді. Ертең оларды соқыр қылады Аллах Тағала, төменге түсіп тозаққа түсірген кезде. Ман кана фи хадихи а'ма фахуа фил ахирати а'ма ва даллу сабила. Кім мына дүниеде соқыр қылған болатын болса, Аллахтың дінінен, пайғамбардың сөзінен, онда ол о дүниеде соқыр болады. Аллахтың дидарын да көре алмайды, жәннатты көре алмайды, соқыр болып тозаққа түседі. Аллах мына дүниеде сенің басыңды жоғары қойғызып, денеңді көтеріп, екі аяқпен жүргізген еді. Ертең Құранда айтылған сияқты, тозақта беттерімен жүргізеді. Ойлаңыздар, қалай? Бір сахаба таңғалып сұрады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Я Аллахтың несі, қалай олар беттерімен жүреді деді, тозақта. Қалай жүреді деді? Пайғамбар айтты: "Авалайсаллази амшахум ала ақдамихим қадир алай амшахум ала уджухихим". Аяқпен жүргізген Аллах Тағаланың бетпен жүргізетініне, құдірет жететініне сенбей тұрсың ба деді. Жыланды бауырмен жүргізіп қойды, бетімен жүргізеді. Мына бет құрметте маған сам, шол ғалымдар айтады, Құдайдың өзіңе берген құрметінің қадірін білмесең, қорлықты татасың дейді. Қорлық татасың дейді. Тозақтың түбіне түседі. Ояқта тіке жүре алмай, көз деген құрған. Талфах уджухахум нар ва хум фиха карихун. Онда олардың тозақтың оты беттерін қариды, бастары қойдың үйділген басындай болады дейді. Астыңғы терісі ырсиып, маңдайына келіп жыртылып тұрады дейді. Үстіңгі еріне. Астыңғы еріне дейді, кіндігін сабалап тұр дейді, ісіп кеткен күйгенде. Тысы қақсайды. Беттері қап-қара, көздері көкпеңбек, қарын жарылған, шек салбыраған, жүзімен жүрген бейшара халге түседі. Төмен. Шайтандармен бірге. Өйткені ол өз табиғатын өзі бұзды. Өз-өзіне сол жамандықты сатып алған болып келеді. Міне сол үшін Аллах Тағала адамды көркем күй жаратты, ертең оны төменнің-төменіне түсіреді. Иллаллазина аману, бірақ иман келтіргендер, ондай төменге түспейді, тозаққа түспейді. Кімдер? Иллаллазина аману, иман келтіргендер. Бауырлар, біз бұған дейін өте көп айтқанбыз. Және айтамыз. Мүмкін жеңілдетіп те айтайық. Сіздер ертең әкелеріңізге, шешелеріңізге, еліңізге, көршіңізге, жұртыңызға айту үшін. Қазір мүмкін бір нәрсені білейікші, бауырлар. Біреу намаз оқымай жүрген, намаз оқымаған үшін жауап бермейміз. Бірақ намаз оқы деп айтпаған үшін жауап береміз. Түсіндіңіздер ме? Біреу ширк жасаған үшін жауап бермейміз. Бірақ ол күнә екенін айтпаған үшін жауап береміз. Айтпаған үшін жауап береміз. Аллах Құранда біз не деп сипаттады? Пайғамбарға айтқызып, құл айт деді пайғамбар. Хазиги сабили, бұл менің жолым деді. Қандай жол екен? Аду иля Аллах, Аллахқа шақырам дейді. Аллахқа шақырам. Қазір деген тентек қылып қойған мұсылмандардың бәріне вахабистский бір течение, салафистский бір течение, анандай жоқ течение. Аллахқа шақыру бар, болды. Мұсылман деген бір Аллахқа бойсынған. Оның кітабы Құран, оның сүннеті пайғамбардың сүннеті. Ол дозақтан қорқады, ол жәннатқа ұмтылады, ол жақсылық істеуге тырысады. Елдің бәрін басына ортып, біреу өзі ағым боламаса бола берсін. Әлхамдулилlah, біз ешқандай ағым емеспіз, біз мұсылманбыз. Өтірік айтқандар өздері жауап береді. Енді бұл біз жеткізуге тырысуымыз керек адам балаларына.
Иман дегенimiz, иман келтіріп деген кезде бұған дейін айтқанбыз, көп адам ойлайды, иман дегенimiz Аллах Тағала бар десең иман болады деп. Ой, субханалла, кім айтты Аллах бар десең иман болады деп? Ибlis не, шайтан, Құдай жоқ деп айтып па? Әкеп бершінші маған бір сөзін. Құраннан, хадистен Ибlis Құдай жоқ деп айтты деп. Шайтандардың көсемі, патшасы. Ол Құдайдың бар екенін білген, бірақ ол бар Құдайдың айтқанын істемеген үшін шайтанда. Сен Құдай бар дейсің де айтқанын істемейсің. Сен де шайтанның бір соңында жүрген адамсың онда. Сен де соны істеген істеп атқандай болып қаласың. Адам күйінде адам өзін адамгершілік киім сақтау керек. Екі ақ жол бар, болды. Аллахтың көрсеткен жолы Хизбуллах дейді, Аллахтың тобы дейді. Шайтанның салған жолы Хизбу шайтан, шайтанның жолы. Нейтральный деген жоқ. Сен мына жолда жоқ болатын болсаң, онда мына жолдасың, болды. Шайтан жолдасың. Сонда кәдімгідей Аллахқа иман келтірген, Аллахты бар, сенеміз ғой енді, Құдай бар ғой енді. Енді бәріміз өлеміз ғой енді. Енді бәріміз сояққа барамыз ғой енді. Жоқ, ол емес. Баратын болсаң, дайындан отқа түсіп кетпеуге. Өлетін болсаң, өміріңнің қадірін тұт. Пайғамбарды білетін болсаң, сүннетін үйрен. Кітапты мойындайтын болсаң, оқы, амал жаса. Сол иман. Аллахтың хақысын білу. Аллахтың хақысы Аллахқа ғибадат жасау, серік қоспастан. Бір Аллахқа сыйнап отыр. Осыны иман дейміз. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи кезінде 7-ші ғасыр арабтар не Құдай жоқ деп атеист болып жүрмеді? Абу Жахил не Карл Маркс педі? Капитал жазып жүрген? Жоқ әлде басқалары кім Абу Лахаб деген Фридрих Энгельс педі? Жоқ, аналарында бар ма еді? Жаңағындай Дарвин деген сияқты біреу. Жоқ қой оларда ондай нәрсе. Абу Жахилің де Құдай деп жүр. Абу Лахабың да Құдай деп жүр. Бәрі Құдай жүр, бірақ оларда күнә серік қосып жүр. Сол үшін Аллах Тағала Құранда оларды не деп айтады? Мушриктер деп атады. Мушрик деген сөздің аудармасы, жен айтам. Көп адам ойлайды екен, мушрик дегеніміз аспандағы Құдайды жоқ деп, жердегі тасты Құдай қылған адамды мушрик деп ойлайды. Жоқ, қателесесің. Мушрик деген сөз Аллах Тағаланы мойындап, соның қатарында өзге нәрсеге сыйынуды мушрик дейді. Мушрик деген сөздің аудармасы Құдайды мойындайды, бірақ мойындаған Құдайдың қатарында өзге нәрсеге сыйынады аудармасы. Түсіндіңіздер ғой? Олар Аллахты мойындаған. Абу Жахил, Абу Лахабтарын Аллах мойындап олай тұрсын, Аллахты сүйеміз деген. Ақыретті білеміз дегендер болған. Құранда Аллах айтады: адамдардың ішінен біреулері бар, Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынады, сол сыйынған заттарын Аллахты жақсы көргендей жақсы көреді дейді. Субханалла, мушриктер Аллах жақсы көреді деп Аллах айтып жатыр. Христиандар не Аллахты жек көреміз дейді ме Құдай? Олар жек көреміз деп айтпайды. Бірақ күнәлары Исаға сыйынады. Арабтар өздерінің әулеріне сыйынды, бізде қазір әруаққа сыйынамыз. Әруаққа шын ашын келетін болса, бір Құдайға сыйынды, дұға қылып болды. Сен дұғаң жетеді, ол саған ешқандай көмек жасай алмайды. Оның халі одан да қиын халде жатқан болу қайдан білесің. Сондықтан бұл иман дегеніміз Аллахтың барығымен ғана шектелмейді. Аллах бір, одан бөлек еш нәрсеге құлшылық істеуге болмайды. Аллах Тағала жаратушы, қалған дүниенің бәрі жаратылған. Ғибадат тек қана жаратушыға болады, жаратылғанға жасалмайды. Періштеге де сыйынуға болмайды, пайғамбарға да сыйынуға болмайды. Бір ғана Аллахқа сыйыну керек. Егер періште мен пайғамбарға сыйынуға болмайтын болатын болса, егер Аллах Тағала христиан қауымы Иса дейтін пайғамбарға сыйынған үшін долин адасқандар деп айтқан болатын болса, онда пайғамбардан дәреже төмен әруаққа сыйынғандардың қандай адасқан екенін ойлаудың өзі түсініксіз. Адасқанның адасқандары. Одан келеді шайтан келеді де, шайтан емес, адамдар ішіндегі шайтан айтады: уахабилер шықты, әруақты жоқ деп атыр дейді. Бір сабақта әруақ жоқ дегенде естідіңіздер ме сіздер? Уахабилер әруақ сыйламайды екен дейді. Әруақты сыйламайық дегенде естідіңіздер ме? Сол намаз оқымайтындардың әке-шешелерін намаз оқитын имамдар шығар, жаназасын шығарып, кебінге орап, адам қылып шығарып атқан. Сыйласа қаяқта тұр?
қолын қалтасына салып алып әкесінің жаназасына тұруға жарамайтын қанша адамдар бар. Әке өзінікі емес сияқты, шеше өзінікі емес, молданікі сияқты, молда келіп әкесінің жаназасын шығарып жатқан сияқты. Сөйтіп кетті, оттайды келіп. Ештеңе түсінбеген. Сол үшін өздері надан екенін білмеген, ол одан өткен жамандық болады. Қазақта ең жаман мақал: өзің білме, білген дінін алма дейді. Құтылудың жолы иман келтіру. Иман бір Аллах сыйынуға лайықты екенін білу. Одан кейін құр иманмен ғана шектелмей, екінші не дейді? Төменге түсіп кетпейтіндер, құлдырамайтындар, рухани азбайтындар, дозақтан түспейтіндер кімдер екен? Екіншісі уамилус солихат, салихал амал істегендер. Салихал амал дегеніміз Құранның ішінде, пайғамбардың сүннетінде келген амалдар, соны шын ықыласыңмен орындауың салихал амал болады. Міне солар төменнің төменіне түспейді. Фалахум, соларға не болады? Аллах айтады, әжрун, сыйлық болады, ғайру мамнун, тоқтамайтын сыйлық болады. Бұл дүниенің өзінде Аллах жақсылық береді. Ал жәннаттағы жақсылықты, оны әлі көз көрмеген, құлақ естіген адам ойына келмеген керемет жақсылықтар бар. Үлкен жақсылықтар бар. Бұл дүниеде бір мұсылман адам ең керемет өмір сүрсін, ауырмасын, тісі қақсамасын, аяғы ақсамасын, ешкім тамағы тоқ болсын, көйлегі көк болсын, уайымы жоқ болсын, 5 уақыт намазын орындап, таухидын ұстап, өліп жәннатқа кіретін болса, сол өмірін, ой, не бәле, тозақта жүрген ба деп қалады. Не бәле, тым рахат жоқ екен ғой. 1 сағат жесең, жарты сағат дәрітханада отырасың. Не өмір деп. Сол үшін адам өмірді құр жеп шумен елестетпеу керек. Дастархан басында 80 килограмм болып едім, дәретханадан шыққаннан кейін 78 болып қалыппын деген сияқты. Бұл емес өмірдің мағынасы. Оларға ғойру мамнун, үздіксіз сыйлық бар. Мамнун деген бір несі, ғойру мамнун, тоқтамайтын сыйлық бар дейді, біреусі міндеті жоқ сыйлық бар дейді. Аллах береді, ешқандай міндетсіз. Әйтпесе біз лайықты емеспіз ол сыйлықтарға. Біздің құлшылығымызбен жете алмаймыз ол сыйлыққа. Құдай тағала бір көздің қарызынан құтыл десе, құтыла алмаймыз біз. Бірақ Аллах тағала 5 уақыт намазда бір 5 минуттан келіп Аллаху акбар, Алла деп сәжде қылыппыз. Субхана раббил а'ла, сенен ұлы, пәк Алла, сен ең жоғарғы Алласың. Субхана раббил азим, сен пәк Алла, сен ұлы Алласың деп біз жәннаттың кілті деді Аллах тағала. Міндетсіз артық сыйлықтар беріп қояды дейді. Аллах соған жеткізсін баршамызды. Фама юказзибука ба'ду биддин. Осыдан кейін сені дінмен кім өтірікке шығартты дейді дін жайында. Дін деген екі мағынасы бар. Біреусі ислам діні. Инна дина индаллахи ислам. Аллахтың алдында қабыл болатын дін ислам діні. Енді бәріміз бір Аллаға сеніп жатырмыз ғой, христиан болса да, не болса да, буддист болса да, Құдайдың алдына барамыз. Алданба. Аллах бір ғана дін жіберді. Бір ғана жол. Ол ислам діні. Христиан деген ол қазір ойлап тапқан емес. Исанікі де ислам дін етін. Мусанікі де ислам дін етін. Адам атанікі де ислам дін етін. Аллахтың алдында қабыл болатын дін бір ғана дін, ислам діні. Ол таухид пен құлшылықтан тұратын дін. Біріншісі, осыдан кейін сен дінді қалай өтірікке шығарасың дейді. Шынымен де қазіргі дін болмаса, адамдар айуан болып кетейін деп отыр. Егер пайғамбар Мұхаммед егер пайғамбарлық келмеген кезде, біз мына заманға дейін жетер ме едік, жетпес пе едік, онда Құдай біледі. Кім болып кететінімізді Құдай біледі. Дұрыс па? Екіншісі, діннің мағынасы қиямет күнінің жазасы. Құранда оқимыз, Малик яумиддин, қиямет күнінің иесі дейміз. Ол күн есеп бар. Ал сен адам қылып жаратты, Аллах тағала өмірге келтірді, ақыл берді Алланы табатын, көз берді ғибрат алатын, құлақ берді түсінетін қылып, шариғат жіберді жүретін қылып, пайғамбар жіберді жол көрсететін қылып. Сен адамсың енді. Басқа ештеңе жоқ. Аллах тағала Құран айтқан сияқты, фаиннама алейкал балағ ва алейнал хисаб деді Аллах тағала. Не деді пайғамбарға? Дін жеткізетін кезде сенің міндетің жеткізу. Аллах айтты, мен есебін алу менің міндетім деді. Пайғамбар міндетін орындап қойды, жеткізіп қойды. Аллах ертең есеп алады. Біздің ғана міндетіміз қалды. Жүру, жүрмеу. Білмеймін, Құранның Құдайдың айтқан сөзімен жүрмейтін не сылтау бар екен? Дым сылтау жоқ. Нәпсі мен шайтанның кісенінен басқа. Дым сылтау жоқ.
Қазір сылтау бар деп ойлайды шығар, бірақ ертең дозаққа түскен кезде, дозаққа түскендердің не деп айтады ертең дозаққа жатқан кезде? Лау күнна насмау, шіркін-ай, құлақ салғанда ғой. Не нәрсеге? Құдайдың сөзі мен пайғамбар сөзіне. Ау нақил-ай, шіркін-ай, ойланғанда ғой, бас еткенде ғой. Ма күнна фи асхаби саир, дозаққа түскендердің арасында болмас еді дейді. Түсін келмей ма? Құран жіберді, тыңда. Түсін жібермей ма? Құран келді, түсін. Аллах осы үшін кітапты жіберген. Осы аяттан кейін Аллах айтады, соңғы аятында: "Алейсаллаху би ахкамил хакимин." Аллах Тағала үкім етушілер ішіндегі ең әділ емес пе? Ең жақсы үкім берушісі емес пе? Burada ahkam деген исм тафсирдің түбірі екі сөзден шығады. Біреусі хикмет деген, біреусі хүкім деген. Үкім беруші деген, біреусі даналық деген сөз. Аллах Тағала бізді жаратты, бізге не нәрсенің пайда екенін Аллахтан артық ешкім білмейді. Сол үшін Аллах Тағаланың айтып дініне сансыз мақтаулар болсын. Аллахтан сұрайтынымыз кәміл иманмен өмір сүру, исламмен өмір сүру, ертең осы адам қылып жаратқан кейпімізді жоғалтып алмай, адам кейпінде жәннатқа кіру. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.